Fabrika sallandı. Жерде бәйшешек, әдемі бәйшешек бар. Құртпаңдар деп айтып алады да, жылмаңдар, штраф 10 миллион. Бірақ та ана сияқты жердің бәрін қопарып, не только бәйшешек ол жерде зардап шегеді, қаншама мал, жан, құс, адамдар. Тоқтату үшін заңды тоқтатуымыз керек пе? Басқа қандай жол бар? Басқа жол жоқ. Сондықтан біз қазір бұларды да бүгін шақырғанбыз осында, бірақ келмеді. Департамент экологияны шақырдық, комитет экологияға айттық бәріне, бірақ бүгін ешқайсысы жоқ мына жерде. Біз біліп отырмыз, сол үшін сіздермен кездестіру керек едік, бүгін келмеді.